Сәлем достар, сіздерге мына құрақтың ленталарын қалай түзу қырқу керек екенін мастер-класс кішігірім жасап жіберейін. Міне бірінші мына матаны ворысын көресіздер. Ворыс бері қарай жатып тұрады ғой, и былай қарай түрегеп тұрады. Сол жатып тұрған жағын өзіңізге қарай жатқызасыз да, былай қарай матаны созасыз. Сосын шетін түзулеп белгілеп алып қырқып аласыз, сызып аласыз. Сосын андай қылып өзіңізге 2,5 сантиметр керек па? Мен қазір 3 сантиметрден белгілеп жатырмын. 2,5 сантиметрден белгілесеңіздер де болады. Міне осылай белгілеп аласыздар. 24, 27, 30 болады. Енді осы белгілеп қойған сызықтарды мен сызып көрсетемін сіздерге. Міне өзінің мына матаның сайы бар. Сол сай бойынша ақырындап сыза бересіздер. Өте оңай варианты. Қазіргі таңда көбісі лазерге апарып кестіреді ғой. Лазерге апарып өзімде кестіріп көргенмін, бірақ лазердағылардың кескендері бір келкі болып шықпайды. 2-3 рет көрдім лазерге апарып. Сондықтан өзімнің кесу методикам бойынша кесетін болып жүрмін қазір. Бұл лентаны неге қолданасыз? Құраққа. Қандай заказ тігіп жатсыз? Қазір мен балабақшаға 40-та 40 егер көпшіктер балабақшаға көпшіктер алдым. 40-та 40 33. Енді осыны былай қырқып аламын. Өте оңай. Негізі мына жағынан алсаңыздар оңай қырқылатын негізі. Сызғанда арғы жағынан сызасыздар, қырыққанда осы жағынан қырқасыздар. Басын кішкене кертіп аласыздар. Осылай кете бересіздер. Сөйтіп бір күнде 4-5 көрпешенің құрақтарын қиып алуға болады.